Сәлем достар, Ойлантап Квиз каналына қош келдіңіздер. Әдеттегідей каналымызда жаңа ойын. Бұл ойын жануарлардың атауын тауып көр деп аталады. Бұл ойын сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру үшін ұйымдастырылған. Жалпы 20 сұрақ беріледі. Ал ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Каналымыздағы видеоны бастамас бұрын каналымызға жазылып, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Келесі видеолар бұдан да қызықты болатын болады. Ал олай болса, ойынымызды бастайық. Сіздердің көңіл күйлеріңіз көтеру үшін түрлі түсті қызықты суреттермен безендірдім. Видео сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сол себепті соңына шейін көріңіздер. Қоян. Ең бойы ұзын жануарлардың бірі. Жираф. Сіздер мысықты жақсы көресіздер ме? Қасқыр. Аң патшасы арыстан. Маймыл. Өте сүйкімді жануар кенгуру. Жолбарыс. Бұғы. Бұғының мүйізінен дәрі жасалатынын сіздер біліп беріңіздер. Түлкі. Ағаш діңінде өмір сүретін тиын. Өте қорқынышты жануар жылан. Кірпі. Достар, сіздер кірпіні қолмен ұстап көргенсіздер ме? Тышқан. Өте пайдалы жануар, еті де сүті де пайдалы. Сиыр. Тасбақа. Өз басым тасбақаны өте көп кездестіргенмін. Ал сіздер ше? Ұлу. Өзі кішкентай болса да, бірақ сүйкімді жануар. Піл. Салмағы бойынша ең ауыр жануарлардың бірі. Сусиыр, яғни бегемот. Бұл біздің соңғы сұрағымыз болатын достар. Ойын ұнады ма сіздерге? Ойынымыз ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, және комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сонымен қатар описание бөлімін оқып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.